қазақпен ойнамақ болған еді. Оңбай таяқ жеді. Біз бүгін 21 жасар Садриддин Ахмедовтың тәжірибелі қарсыласын қалайша сабағандығы жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2019 жылдың 7 желтоқсанында Канадада отандасымыз Садриддин Ахмедов пен аргентиналық Хосе Вильялобос арасында өткен болатын. Кәсіпқой боксқа ауысқанына 1,5 жыл ғана болған Садриддин осы уақытқа дейін 10 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетсе, оның 9-ын нокаутпен аяқтаған екен. Өте жарқын мәнерде жұдырықтасатын қазақ сарбазына әлемдік бокс жанкүйерлерінің көзі енді түсе бастаған болатын. Ал оның қарсыласы 25 жасар аргентиналық боксшы мансабында 19 жекпе-жек өткізіп, оның 12-сінде жеңіске жетсе, 2 жекпе-жегін тең өткізіп, 5 рет жеңілген екен. Дегенмен ешқашан нокаутта болмаған көрінеді. Сондай-ақ бұл жерде бұл боксшылардың жекпе-жек бастала сала отандасымыз қысым көрсетіп шабуылдай бастайды. Лаш боксшының жауап қатуға бұған дейін өзінің де сыңайлы. Не қазір бір қансынысуға болмайды, әрине. Садриддин мұны жақсы түсінеді. Әзірше Садриддинге бастан тура соққы жасаудың реті түспегенмен, іштен бірнеше ауыр соққыны өткізіп жібереді. Тамаша, қазір екі соққында қорға дайындалып жатқанын түсіндірді, бірден клинчке түсе қойды. Бағылда тағыдан бірінші раундта көз техникалық нокаутпен жеңілген. Екінші раунд бастала сала аргентиналық боксшы реферидің стоп деген командасынан соңында соққы жасап ескерту алады. Соққысы рефериге тиіп кете жаздаған Вильялобос дегенмен мойындайтын түрі жоқ. Бұл раундта Садриддин шабуылды тіпті өдетеді. Бірақ аргентиналық боксшы да қарап қалар емес, ол да шабуылға шабуылмен жауап беруге тырысуда. Я думаю, что он заслуженно повел в счете. Это сейчас этот поединок. Наш Садриддин Ахмедов, нокаут. И я думаю, что сегодня Садриддин настроен. Я думаю, что сейчас таки вот этот эпизод может уже сам понял, что может раскусить этого Вильялобос, но тем не менее для нашего боксера это соққыларын тартып үлгерді және әлде ашық жек береді ме бұл жерде? Қарсыласты сұлатып салып жоқ, үлгермеді. Бірақ кім біледі, көрейік. Аргентиналықта қазір Үшінші раундта да соққы алмасу жалғасады. Алайда Садриддиннің құлаштап тұрып соққан соққылары әлі де болса тура тиер емес. Сондықтан болар аргентиналық боксшы қорқуды қойып сайқымазақтыққа сала бастайды. Қарсыларға шыққан соң сұлатып салса Садриддин жанкүйерлерге бірінші жауап сыңайлы біздің кетіп қайта-қайтаға игізуді созуға тырысып бағып жатыр. Бұл жерде ешқандай нокдаун нокаут көре алмайтын сыңайлымыз өткені. Садриддин уже понял, что... Төртінші раундта да Садриддиннің жойқын соққылары Вильялобостың бетінен миллиметр жерден сырғып өте береді. Казахстанца. Вот, смотрите, как здорово сейчас Садриддин на противоходе поймал его. Выстраивание обороны очень много пропускает. Но сейчас мы видим, не до конца понимает, с кем он имеет. Американские боксеры в целом очень терпеливые, могут они весь бой пропускать удары, но при этом Вильялобос, если не, то, по крайней мере, мы видим, что Вильялобос выше ростом, и
На мой взгляд, он... Да, вы посмотрите, вязать нашего боксера, чтобы судья остановил. Бұған әбден дандайсыған аргентиналық боксшы раунд соңында тіпті билеп те жібереді. И, кстати, шоу показывает Вильялобос. Я думаю, что Садриддин такой не будет прощать, терпеть. Қарсыласының биін қабыл алған отандасымыз да бимен жауап береді. Сейчас наш Садриддин тоже пытается отвечать. Раунд, но сейчас мы видим, что... Осы уақытқа дейін жоғары қарқында өтіп жатқан жекпе-жек әсерінен 5-ші раундта екі боксшы да аздап шаршап қалған секілді. В шестом, может быть, седьмом раунде или восьмом, но, по крайней мере, хочет только до 4. Вильялобос только за счет длинных рук и за счет своего роста наверняка прижимает его соперник. Посмотри, как здорово сейчас Садриддин прошил буквально атаку. Идет такой обмен ударами. Дегенмен раунд соңына қарай Садриддин қарқынды қайта көтереді. Интересно, кстати, интересная манера бокса. Садриддин бірақ өзінің қалауы. 6-шы раундта мүлде шаршап қалған Вильялобос отандасымыздың бірнеше ауыр соққысын өткізіп алады. Міне қазір тиіп кеткенін байқадық. Тамаша қазір. Оң қолмен жасаған сол теріс қарап қалады да белден соққы жасадым дейді. Садриддиннің міне кәдімгі біз қайда дегенде ғой. 7-ші раундта аргентиналық боксшының қорғануға да шамасы қалмаған секілді. Міне қазір сәтте Садриддиннің тағы да бір екі бірдей соққыстарды ал міне Антонионың құрысы да өмендірге шоу жасап жүр. Алдыңғы раундтарда оң қолдың тура соққысы жақсы өтетіндігін Садриддин сезген болатын. Қазір нағыз уақыт екендігін сезген ол қарсыласын асықпай қуып барып оң қолды сілтеп қалады. Қазір міне нокаут бұл жерден тұру енді мүмкін емес сыңайлы. Ес-түссіз сұлап түскен аргентиналықты көрген рефери есеп ашпай бірден жекпе-жек тоқтатады. Міне достар, Садриддиннің кезекті тартысты жекпе-жегі осылай өткен болатын. Өкінішке орай, қазақ сарбазы соңғы рет рингке осыдан 1,5 жыл бұрын шыққан екен. Бір интервьюлерінде ақш-қа барып өнер көрсетуге дайындалып жүргендігін айтқан болатын. Садриддиннің жасы қазір небәрі 26-да. Егер батырымыз бабын жоғалтпаған болса, әлі талай белестерді бағындыратындығы анық. Ендігі кезек промоутерлерде. Ал біздің қолымыздан келетіні Садриддинге жанкүйер болу ғана. Достар, видеоны лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.